ораза не деген ұлы нәрселер. Күн ыстық деп тұтпайтындар бар. Бірақ бауырлар, білесіз ба? Жаһаннамның ыстығы одан ауыр болады. Бұл 50 градус ыстық. Қандай ыстық бұл? Қазіргі оразашыларға да таң қаласыз. Таң ертең ораза тұттым деп, тіпті таң намазына да тұрмайды. Кешке жақын кейде тамағын жейді да, осыменен ауыз бекіткенім болсын деп жатады тіпті. Оны таң намазын өткізіп жібереді. Сөйтіп күн быжынаған уақытында басын көтереді. Бесінді оқыса оқыды, оқымаса тағы ұйықтайды. Асыр намазына барып зорға тұрады. Сөйтіп жуынады. Ойлайсыз ғой, мына кісіге нысап кірді ғой десеңіз, жоқ. Ол тамақ жеуге дайындалып жатыр. Қазір күн батқан уақытта тамақ жейді. Тағы да қолын жайып бүйтеді ғой. Акала таамукумул абрар ва саллат алейкумул малаика дейді. Сендердің тамақтарыңды жақсылар жеді. Сендердің тамақтарыңды жақсы адамдар жеді. Жақсы адамда анау кісі. Сендерге періштелер салауат айтып жатыр дейді. Немесе, Аллахым, осы бүгінгі шаршап тұтқан оразамды қабыл ет дейді. Ол төсектің үстінде ұйықтап шаршады. Сосын тарапыға кесе, 8 ракаттан кейін қашып кетеді. Немесе отырып алады. Құптанды оқиды жұрт қатары. Құптан біте салысымен тарапыға имам тұрған кезінде ол отырады. Бауырлар, бұл құлшылықтың дәмін сезу емес. Жоғарыда бір аят айттым ғой. Кім-де-кім Алланың алдында тұрудан қорқып, нәпсін тыйса деді. Нәпсіңізді семірте берсеңіз кете береді. Нәпсіңізді мыжып, орнына қоятын уақыт осы Рамазан уақыты. Мыжа берген сайын нәпсіңіз теп-тегіс алмас қылыштай жылтырақ болады. Ұрғанын тимей жатып кесетіндей өткір болады. Жұмсаңыз жұдырықта, ашсаңыз алақаныңызда тұратын болады. Нәпсіні сол тәрбие, осы тәрбие болады. Рамазанның уақыты мені нәпсіні мыжып, соны аяққа тұрғызатын уақыт. Көбірек намазға тұрғызып, көп қиналсаңыз да, басыңыз қазан болса да Құранды көбірек оқитын. Құраннан көзіңіз шаршаса, Құранның бетін жауып, жаттаған аяттарыңызды оқыңыз. Оны оқып бітсеңіз, көп қой айтатын зікірлер. Мысал бір ғалым айтады. Бір кісі жас кезінде екен, ұстазымнан сұрадым дейді. Ұстаз, Альхамдулилля деген Алланы мақтау, астағфирулла деген кешірім сұрау. Мен екеуін де айтқым келеді, бірақ қайсысы абзал дедім дейді. Сонда ұстаз айтыпты, кір киім әтірден көрі сабынға мұқтаж депті. Киіміңіз кір болса, иісі шығады оның, дұрыс. Оны әтір жақсаңыз да кетеді, ана француздар сияқты. Француздың әтірі содан шыққан ғой, өзі жуынбайтын бейшаралар. Сосын со жуынбағанын кетіру үшін үстіне әтір жаға беретін да, со әтір істеуден олар бірінші орын алып кетті. Кір киім үстіне әтір жақсаңыз иісі кетеді. Бірақ ол сабынға мұқтажда. Оны жусаңыз әдемі болады. Әтірлемесеңіз де. Сол сияқты Альхамдулилля деген жақсы, бірақ астағфирулла деген одан дұрысырақ деген екен. Сондықтан оразада күнәңіздің кешірімін сұрап қалыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім оразаны иманмен, ықыласпен ораза тұтса, кімде-кім кешкін тарапы намазын иманмен, ықыласпен оқып бітірсе, имамның арқасынан соңғы сәлеміне шейін бітірсе, ол кісінің бүкіл бұрынғы өткен күнәсінің бәрі кешірілді дейді. Барлығы кешірілді дейді. Сөйтіп сөзінің аяғында айтады, кімде-кім осыдан махрұм болса, сол бейшара махрұм дейді. Нағыз бейшара адам сол адам негізі.
махрұм қалған адам. Ұзын сөздің тобықтай түйіні, бауырлар, Рамазан туралы айт десеңіз, таңға шейін айтатын сөз көп. Бірақ